Міне қарашы, мен жаңадан жұмысқа кірдім. Бұл жақтың айлығы деген енді керемет. Енді біраз уақыт жұмыс істеп, біз басқа қалаға қыдыруға барып, немесе өзімізге бір жаңадан күшті үй сатып аламыз. Қандай күшті, иә. Жұмысың құтты болсын. Енді бүгін осы жұмысыңа орай кешке қонақтар шақырып сөйтейік та. Жарайды, сөйтейік. Осы енді жұмысы как раз бұл жұмыста үйіме жақын екен, бұрынғы жұмысыма қарағанда. Әрине жақын. Енді бүгін кешке қонақтар шақырайық. Иә. Сәлеметсіз бе? Бағана звондап сізге айтқанмен ғой. Міне баламды сізге тапсыруға келдім. Сәлеметсіз бе? Ендігі балаңызды азанда 8-де алып кеп тастайсыз садикке. Ал қалғанын ары қарай өзіміз қадағалап отырамыз. Сосын кешке сағат 6-да алып кетесіз. Иә, алып кетем ғой. Міне. Балам енді кей кезде тамақ ішпей қою мүмкін, бірақ ішкісеңіздер ішеді негізінен. Жарайды, рахмет. Мен кете берейін да. Иә. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Карла кішкенше сөйлеш. Сәлем қыздар. Сәлем жаңадан келген қыз. Менің есімім Моля. Танысып қояйық. Сәлем. Қыздар, бұнда неге келдіңдер? Бізде шаруаларың болмасыншы мүлдем. Қандай шаруа саған? Карла кішкенше сөйлеш, пожалуйста. Айтқанымда жай сөйлесей. Иә. Қыздар, сіздерге бір хабарларымыз бар. Иә, біздің хабарымыз бар. Бүгін кешке өзіміздің класстастар болып вечеринка жасаймыз. Соған сендерді шақырамыз. Қандай вечеринка? Біз бармаймыз. Барайық, бірге барайық жекеміз. Мен барғым келіп тұр. Жарайды, барсақ барайық. Иә, қыздар, сендерді күтеміз. Там қыздар, не шешемай жатсыңдар? Сәлем жігіттер. Бүгін бізде вечеринка, класстастар бойынша. Келіңдер, сендерді шақырамыз. Иә, келіңдер. Күшті. Барасың ба сен, Алан? Әрине барам, мен қалады дейсің бе мені? Жарайды, қыздар. Бізді күтіңдер, онда барамыз. Мақыл, сендерді күтеміз. Давайте. Қалайсыздар, мама? Қалайсың, қызым? Бүгінгі сабағың қалай өтті? Бүгінгі сабағым күшті өтті. Еще біз класстастарымызбен бүгін жиналамыз. Кешке вечеринка болады бізде. Бізде қонақтар шақырайын деп жатыр кешке. Жарайды, онда сіздер қонақтарыңызды күте беріңіздер. Мен өзім класстастарыммен вечеринкада болам. Қызым абайлаш, түн ішінде негізі қыздарға көшеге шығуға болмайды ғой. Мама ештеңе етпейді. Тез барып тез келем ғой. Олар маған енді бөтен адамдар емес. Жарайды, барса барсын енді. Класстастар ғой өзінің жаңадан. Менің інім қақта. Міне оны садикке бердік. Қандай күшті. Онда мен өзім вечеринкама дайындала берейін. Сіздер қонақтарыңызды дайындала беріңіздер. Иә, қызым, бара бер. Сәлем, қалайсыңдар? Қалайсыңдар, қыздар, келіп отырыңдар. Рахмет. Қыздар, енді сендер жақында ғана келсеңдер де менің жақын құрбым болдыңдар. Енді жақын танысып отырайық. Алан менің жігітім. Танысып қойыңдар. Сәлем. Менің атым Айлуша. Тағы да айтайын. Бүгін Айлуша әдемі болып тұрсың ғой. Иә, рахмет. Алан, қойш. Маған өйтіп айтпайсың ғой. Сен де бүгін әдемі болып тұрсың, ладно. Жарайды. Ары қарай. Танысып болдық қой, енді ары қарай отыра берейік. Иә, отыра берейік. Бүгін сен де әдемі болып тұрсың.
Ой, рахмет. Гали, сен қуасың ба? Маған да қарасайшы, сен кішкене вообще маған да айтпайсың ғой, сен әдемі болып тұрсың деп. Ой, енді сен де бастадың ба, Моля сияқты. Қойш болды. Оф. Жарайды, қойыңдаршы болды. Бүгін енді бірінші рет жиналып отқан жоқпыз, бірақ та Айлушамен бірінші рет отырмыз. Енді бірінші кешімізді құртып алмайықшы. Әрине құртып алмайық. Бүгінгі отырыс маған қатты ұнады, рахмет сендерге. Ой, иә, маған да ұнады. Бірақ енді ана қыздар бізді бөліп отқан сияқты болды, как будто ше. Ой, жарайды, бұл енді мен жаңадан келгендіктен олар мені дұрыстап қабылдай алмай жатқан шығар. Қайдам олар, ұлы да осындай ғой. Жарайды, мен үйге кірдім. Аха, сау бол, пока. Қызым, бүгінгі вечеринкаларың қалай өтті? Бүгін өте күшті болды. Жаңа класстастарыммен жақын таныса алдым тағы да. Бізде де әкемнің жұмысына байланысты вечеринканы жақсы өткіздік. Жақын туыстарымызды, осы қаладағыларды шақырдық. Бірақ бара алмаған өкінішті. Бірақ өзімнің класстастарым вечеринка болды. Соңында қуаныштым. Жарайды, енді ертең сабақ, ұйықта енді. Аха, ұйықтаймын ғой. Оқушылар, сендердің алдыңғы тесттерің бойынша ең төмен алған сен, Моля. Ал ең жоғарғаны алған Айлушадан үлгі алыңдар. Жаңадан келсе де сендерден жақсы балл алған. Моля, сен енді білмеймін арғай не істейтін, бірақ тағы да тест тапсырасың. Сол кезде шешуші бағыңды шығарамыз. Ой, бұл да бір тест деп қоймады ғой. Ағай, тағы да тапсырам ба тестті? Жақсы көрмеймші осы тест тапсырғанды. Жақсы көресің ба, көрмейсің ба, мен шаруам емес. Ендігі жаман тапсырсаң, ендігі точно бағаңды шығарам. Жарайды, ағай. Қоңырау болды, шыға бердіңдер. Айлуша, құттықтаймын, сен ең жоғарыға балл алдың ғой. Рахмет. Ар жақтан Моля жылап отыр ғой, кеттік көріп келейікші, неше жылап отқан. Ой, қоя салшы. Көре салайықшы. Ой, мақұл, кеттік. Моля, нешін жылап отырсың? Кетіңдер, шаруаларың болмасын шылдем. Мен тестті жөндеп тапсыра алмай қалдым. Енді ата-анам маған ең соңғы үлгідегі айфонды алып бермейді. Не істеймін? Тағы да тестті тапсыра алмай қалсам, маған ұрсады ғой. Ол үшін сен жақсы оқуың керек еді. Енді не істеймін? Маған ұрсады ғой. Бір. Енді не үшін келдіңдер сендер? Осының білгілерің келді ме? Енді кете беріңдер. Моля, керек десең, мен саған көмектесе аламын. Сен бүгін кешке менің үйіме кел. Мен саған тестке дайындыққа көмектесем. Шын ба? Мұнда бүгін сен үйіне кешке барам. Маған шынымен де көмек керек, көмектесші. Әрине көмектесем, бүгін үйіме кешке келіп бірге дайындаламыз. Рахмет саған. Бұл да қоймады ғой, жағымпазданып. Сен қойш, Карла, пожалуйста. Жарайды, мен кешке күт үйіне барам. Я, кел, күтем сен. О, привет, Айлуша. Привет. Кел сабаққа сразу кірісіп кетейік. Әрине. Мен кешегі дұрыс болмай қалған сұрақтарым. Ағай қанша түсіндірсе де түсінбеймін. Ең бірінші сен бұл жерде А жауабын белгілейсің. Ішінде бізде үш бұрыш болады. Себебі үш бұрышы да тең ғой. Жарайды, аха, сөйтем. Одан кейін мына кітапты саған берейін. Бұл кітаптың ішінде тек ережелер өте түсінікті. Бір оқып шықсаң, сен толығымен бүкіл тесттің бәрін дұрыс жауап бересің деген сенімдемін. Жарайды, оқимын ғой. Рахмет саған. Бұлай маған ешкім көмектеспеген. Негізі сені бұлай жақсы қыз деп ойламаппын.
жоға ештеңе етпейді. Ладно, пока.